Қандағы глюкоза деңгейінің төмен болуы гипогликемия деп те аталады. 70-тен төмен кез келген мән. Қант диабетімен ауыратын науқастарда егеру 80-нен төмен болса, біз түзету шараларын қабылдаймыз. Гипогликемияның белгілері: артық терлеу, дірілдеу, есінен тану, мінез құлықтың өзгеруі, артық аштық. Науқаста осы белгілердің кез келгені болса, дереу науқасқа ауыз арқылы глюкоза беру керек. Мысалы, 1 кесе жеміс шырыны, немесе 2-3 кәмпит, немесе глюкон 2-3 қасық, немесе қант 2-3 қасық суда, егер науқас оны ауыз арқылы қабылдай алса. Егер науқас оны ауыз арқылы қабылдай алмаса, және ол коматоздық күйде болса, дереу науқасқа глюкозаның көктамыршылық түрлері берілуі керек. Бұл ең жақын ауруханада немесе тіпті жедел жәрдемде жасалуы мүмкін.